Құрметті менің сүйікті тыңдармандарым, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, әңгіменің соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Қыздар, қараңдар, біздің Әлия бір жігітпен танысыпты, деп есіктен айқайлай кірген Құндыз терезеге қарай жүгірді. Біз де орнымыздан өре түрегелдік. Жапа-тармағай бір-бірімізді итермелей сығаласып, бөлменің жалғыз терезесін жабыстық. Төменде, жатақхананың артындағы қос ағаштың түбінде, курсымыздағы ең үндемес бұйығы құрбымыз Әлия, жанындағы милиция формасын киген ұзын бойлы сымбатты жігітке күлімсірей қарап, әлденені айтуда. Біз алғашқы әсерден есімізді жиып, «Мәссаған, мынау шын Әлия ма? Пәлесін қара. Мүмкін ол әлденені бүлдіріп, ана милиционер тұтқындауға келген шығар. Ие дегенің. Милиционерді Әлия тұтқындап алған сияқты ғой, тұрыстарына қарасаң. Үндемегеннен үйдей бәле шығады, деген рас екен ау», деп шуласа бастадық. Расында, ешкім Әлияда мұндайды күтпеген болатын. Өйткені артық сөзі жоқ, ұяң, кісі бетіне тіке қарамайтын, ауылдың момын қызы екендігі былай тұрсын, бет-әлбеті де жігіт қызығарлық емес. Кәдімгі пұшық мұрын, қызық көз, қарапайым қара қыздан бүгінгі күнге дейін жігіт туралы бір ауыз сөз естімегенбіз. Кешкілік сабақтан қолымыз босағанда басымыз қосылып, әңгіме дүкен құрып, тақырыпты неден бастасақ та, ақырында жігіттерге ауысып кеткенін сезбей қалатынбыз. Әркім өз қиялындағы болашақ ханзадасының қандай болатындығы, қалай жолығып танысатындығы жайлы армандарымен бөлісіп, кейбіреуі алғашқы махаббаттары туралы сыр шерткенде, Әлия қызарып бөртіп, үнсіз тыңдайтын. Студенттік өмірдің 3-ші жылына аяқ бассақ та, арамызда ешкімнің тұрақты кездесіп жүрген жігіті жоқ болатын. Анда-санда би кештеріне барып танысқан жігіттермен есіміз кете, армансыз билеп, қоштасарда сау болдан аспай бұрылып жүре беретінбіз. Бәріміздің ойымыз, оқуымызды бітіріп, қолымызға диплом алсақ, бәрібір алатын мамандығымыз технолог. Жұмысты қаладан іздейміз, жігітте табылар, дейтінбіз. Сөйтіп жүргенде, Әлияның мына қылығы шынымен де бізді таңғалдырды. Оның жатақханаға кіруін шыдамсыздана күттік. Күткенімізді қайтейік, Әлия жұмған аузын ашпастан қойған сұрақтарымызға жауап бермей, шешініп төсегіне құлай кетті. Әттең мына қыздай. Қалай іші жарылмай шыдап, ұйқыға кетеді екен. Кім бұл? Қалай танысып жүр? Тек 2-3 күннен кейін ғана милиционер жігіт туралы біраз мағлұмат алып көңіліміз жайланды. Әлияның алыстағы ауылдан әпкесі 3 жасар қызмен қыдырып, туыстарының үйіне келіпті. Кішкене жиенін қыдыртпаққа Әлия үлкен саябаққа ертіп апарады. Балмұздақтың кезегінде тұрған кезде тынымсыз бүлдіршін жүгіріп ойнап, әп-сәтте көзден таса болады. Айдаладағы жұрттан көмек сұрап, айқайлап, жиенін шақырып, шарасыздықтан ботадай боздаған Әлия жүгіріп келіп жатып, алдынан шыққан милиционерге соғыла жаздап, оны құшақтай кетеді. Қыздың не дегенін алғашында ұқпай қалған ол, істің мән жайын түсінгенде, бірден қолындағы қондырғымен саябақ ішінде кезекшілікте жүрген әріптестеріне хабарлап, тез арада сәбиді тауып әкеледі. Қорыққанынан есі шығып абдыраған Әлия, милиционер жігіттің қайда тұрасың деген сұрағына да мардымды жауап бере алмаған соң, ол көлікпен үйіне жеткізіп салуды жөн көреді. Жол жөнекей танысады. Көз жасын әлі де тия алмай отырған қызды жылы сөздермен тыныштандырады. Есімі Ғалым. Кәрі әке-шешесімен үйленбеген 2 ағалармен бірге үлкен отбасында тұрады. Жастайынан орыстармен араласып, орыс мектебін бітіргендіктен қазақша жетік білмейді. Бірақ қазақтың қарапайым қара торы қызы өзінің шынайлығымен, таза пәк ұяң мінезімен және әдемі дене бітімімен жігітке ұнап қалған сияқты. Әлияның қолын пішінді бітіміне бәріміз қызығатынбыз. Түп-түзу оқтаудай балтырлары, құмырсқа белі мен дөңгелек бөксесі кез келген қыздың шіркін, осындай болсам ғой, дейтін арман еді. Сол күннен бастап Ғалым жиі келіп, Әлиямен ара қатынасы үзілмейтін болды. Демалыс күндері киноға, би кештеріне бірге барып,
Бізде ғалыммен жете танысып білістік. Тек орысша сөйлейтіні болмаса, ақ көңіл, жаны жайсаң, елпек қағып тұратын ол бәріміздің көңілімізден шықты. Бір күні Әлия, қыздары, ғалым мені үйіне қонаққа шақырды. Ата-анасымен таныстырғысы келеді. Енді қайтемін. Демесі бар ма? Қайткен несі? Бар, таныс. Жалғыз бармаймын, қорқамын, ұяламын. Жалғыз емессің, жаныңда ғалым болады ғой. Жоқ, ол басқа. Сендер де бірге жүріңдер. Бізді шақырған жоқ. Ұят емес пе? Мен ғалымға айтайын. Сендерді де шақырсын. Бәрібір жалғыз бармаймын. Сонымен бөлмеде тұратын қалған үшеумізде бірге еріп баруды ұйғардық. Келіскен уақытта Әлияға құрбылардың арасындағы мерекелерде ғана киілетін ортақ киімдердің ішінен таңдап жүріп, ең әдемі көйлекті кигізіп, қолымыздан келгенше бетін әрлеп бояп сыртқа шықтық. Жол бойы Әлия бір қызарып, бір бозарып, біресе бармаймын деп сөзінен айнып, бізді әбден әлекке салды. Бармай тұрғандағысы мынау, барғанда не болармыз деп бізде абыржи бастадық. Ғалымның үйі орталықта екен. Ауласы кең, ескі болса да үлкен бірнеше бөлмелі. Қақпадан кіре аулаға су себілген, мұнтаздай таза, жағалай гүл егілген. Қонақ бөлмеге кең дастархан жайылған екен. Ғалымның анасы бізді сонда қарсы алып, кезекпен бетімізден сүйіп шықты. Әр қайсымыздың жүзімізге барлай қарап, болашақ келінім қайсың едің дегендей жалтақтай берді. Біз бір кісідей артқа шегініп, жүзі оттай жанып, басын төмен салбыратқан Әлияны алдыға қарай итермеледік. Бисмилля деп екі бетінен кезек өпкен қартана бақытты бол айналайын деп батасын берді де, жасаураған көзін алақанмен бір сүртіп, төрлетіңдер қарақтарым, жайғасып отыра беріңдер деп шығып кетті. Аздан соң ғалым әкесін ертіп келіп бізді таныстырды. Ұзақ жылдар бойы қалалық ішкі істер бөлімінде істеп зейнетке шыққан екен. Өте байсалды, мәдениетті, әр сөзінен байыптылықпен көрегендік сезілет. Мен жаныма қаламқасты ертіп ас үйге кірдім. Бізді көрген Зағила апа, шөлдеген боларсыңдар, міне шай, демдеп жатырмын, деп елпектеді. Жоқ, сізге көмектесейік деп келдік. Шайды өзіміз демдейміз, сіз отыра беріңіз. Қонаққа шай демдетіп қойғаны ұят болар. Ешқандай ұяттығы жоқ апа, одан да барып қыздармен таныса беріңіз. Біз мұнда бәрін өзіміз реттейміз, деп қойырда қоймай апаны қонақ бөлмеге жібердік. Аздан соң бойымыз үйреніп, тіпті осы үйге күнде келіп жүргендей еркінсіп, барлығын билеп алдық. Әлия да біртіндеп өз-өзіне келіп, ашылып, жайдарлана бастады. Ғалымның ата-анасына Әлияның ұнағанын біз бірден сездік. Содан бастап, сессиямыз аяқталғанға дейін әр демалыс күндері осында табылатынымыз әдетке айналды. Келісімен төртеуміз білекті сыбанып тастап, үй тазалау жұмысына кірісіп кетеміз. Ылғи ересек еркектер мен жалғыз қарт әйел тұратын үлкен үйдің бетпейтін шаруасы көп еді. Бір кісідей жұмылып, көптен жөнде көрмеген үйдің барлық бөлмелерін әктеп, есік терезелерін еденін сырлап, адам танымастай өзгертіп, жаңалап шықтық. Сөйтіп жүргенде, жазғы демалыс басталып, барлығымыз үйді үйлерімізге тарастық. Арада 2 ай өтіп, жаңа оқу жылы басталғанда жатақханаға оралып сағынысып қауышқан қыздардың басы қайта қосылды. Айтар әңгіме көп. Бір бөлмеден екіншісіне қонақтап қыдырып, әр ауылдан әкелінген тамақтардан дәм татып, мәре сәреміз. Әркімнің жазда немен айналысып, қайда барды, қандай киім сатып алды, кіммен танысты деген сұрақтары да, оның жауаптары да ұшан теңіз. Аздап аптығымыз басылған кезде, біраз сәлем сауқатты құрт, майларымызды салып алып, ғалымның үйіне бардық. Ғалым кезекшілікте екен. Ата-анасы бізді тап бір өз қыздары алыстан келгенде қуана қарсы алды. Әсіресе Әлияны айналып толғанып, үй ішінің амандығын сұрастырып жатқанын көріп, біз көп замай бұл үйде болатын тойдың қуанышына ортақтасатындығымызға ешқандай шүбә келтірмедік. Ойлағанымыздай, күзде құдалық басталып, жаңа жылды ғалымның үйінде олардың үйлену тойында қарсы алдық.
Бірнеше бөлмеге жайылған дастархан басына ғалымның қызметтес достары мен ең жақын туыстары және курсымыздың қыздары түгелде жиналып, бұл тойды естен кетпестей қызықты әрі көңілді өткіздік. Менің бір байқағаным, ғалымның қолы алдындағы шампан құйылған ыдысқа неше рет созылғанымен, оны көтеріп еріне тегізуге батпады. Іштей әлденеге өз-өзімен күресіп отырғандай көрінді. Тойдан кейін Әлия киім-кешегін жинап, жаңа отбасына көшті де, жаңа өмірді бастады. Ал біз болсақ, қалыптасқан әдетімізден танбай, әр сенбі сайын барып, шуылдасып таң атқанша үй ұйықтамайтынбыз. Дастархан басында өлең айтып, би билеп, ертеңінде үй жинап, құдды бір өз үйімізде жүргенде сезінетін едік. Ғалымның ата-анасы да бізді туған қыздарында еркелетіп, бәр дәмдісін алдымызға қойып, Әлия де құрбымызды келін етіп әкелгенімізге қуаныштарын жасырмай, алғыстарын жаудырумен болды. Жақсы ата-ананың тәрбиесін көріп өскен, ибалы да саналы келін тіледік Алладан. Әйтпесе, ұлымыз орыстан келіне келіп, немерелеріміз, ұлдарымыз сияқты мәңгүрт болып кетсе қайтеміз деп қиналушы едік. Құдайға мың тәубе. Әлиямыз біз ойлағаннан да асып түсті. Енді бір немере сүйіп кетсек, арманымыз жоқ, деп жарыса сөйлеп отыратын. Олардың бұл армандары да орындалып, Әлия келесі жылы өмірге Мақпал атты қызын әкелді. Ғалымның қуанышында шек болмады. Әншейіндегі жайдары жігіттің екі езуі құлағына жетіп, қызын айналып толғанып, тіпті Әлияның өзінен қызғанатынды шығарды. Мақпал жастан асқанда, ғалымның бойдақ ағалары бірінен кейін бірі үйленіп, үйге тағы екі келін кірді. Әлия бұл үйдің алғашқы келіні ретінде екеуімен де тез тіл табысып басқарып әкетті. Бұрынғыдай емес, өзінің де қолы ұзарды. Абысын тату болса, ас көп деген қайран қазағымның қасиетті сөздері қандай көрегендікпен айтылған десеңші. Бұлар бір шаңырақ астында үлкен отбасына айналып, тату-тәтті өмір сүрді. Әлияның екі абысыны да жүкті болып дүниеге бір ұл, бір қыз келді. Қаншама үлкен болса да, үйдің тарлығы енді сезіле бастады. Бірақ үй орталықта болғандықтан таяу жылдары сүріліп, әрі жанұя, жеке пәтер аламыз деп үміттеніп шыдап келген еді. Әлия екінші балаға аяғы ауырлағанда, ғалымның әкесінің денсаулығы күрт сыр беріп, төсек тартып жатып қалды да, көп замай көз жұмды. Біздің көмегімізбен Әлия оқуын тастамай, бірге диплом алғанымен жұмысқа орналаспаған еді. Енді екінші баласын, Айдын атты ұлын дүниеге әкелген соң, жұмыс туралы есіне де алмайтын болды. Бірде жолым түсіп, жұмыс бабымен орталықта жүрген соң, Әлияға кіріп шықпақшы болдым. Үйдің іші шашылып, топырлаған адам, азан-қазан жылап шуылдаған балалар. Алғашында шошып қалғанмын. Сөйтсем, үйлері сүрілетін болып, орталықтағы жаңадан салынған қабатты үйден әр отбасы жеке 3 бөлмелі пәтердің кілтін алып, көшуге дайындық үстінде екен. Білекті сыбанып тастап, дәл бір өзім көшетінде мен де қуана кірісіп кеттім. Ғалымның достары жүктерді көлікке тиеп, жаңа пәтерге келгенде күн қарауытып кеш батқан еді. Әлия мені жібергісі келмеді. Оның үстіне жаңа пәтерді жинастыруға жалғыз шамасы келмейтінін болғандықтан, оны аяп мен қонуға қалдым. Азын-аулақ жүктерін орналастырған соң, ғалым достарымен шығып кетті. Арада 2 сағаттай уақыт өткенде, үйге қуаныштан езуі жиналмай ғалым кірді. Табылдырықтан аттап үлгермей, «Әлия, дастархан жай, тамағың бар ма?» деп дауыстады. Дастархан басына отырдық. Мен сонда ғалымның бір шама қызу екенін байқадым. Іштей таң қалсам да сыр бермедім. Оңаша қалғанымызда мен Әлиядан, «Ғалымның шетінін білмейді екенмін, қашаннан бері шеді?» деп сұрадым. Ол күмілжіп теріс айналды. Әкесі өткелі бері, көп емес, аздап достарымен бірге ұрттап жүр. Мен онша сенің кіремесем де ештеңе демедім. Бір айдан соң олар қаладағы достарымызбен туыстарының бастарын қосып қоныс тойын жасады. Ғалым өзінің ең жақын деген балалық шағынан бірге өскен 2 орыс досын шақырыпты. Дастархан басына отырысымен үшеуі бірігіп, ешкімге назар аудармастан
арақты сілтеп іше бастады. Қонақтар тарқағанда ғалым ес түсін білмейтіндей мас еді. Менің көңілім қатты бұзылып, үйден жабырқап шықтым. Арада біраз уақыт өтті. Мен де тұрмыс құрып, енді екі жанұяның арасындағы достығымыз бұрынғыдан да бетер беки түсті. Жолдасым дәрігер болатын. Сондықтан ол еріксіз Әлияның да жанұялық дәрігеріне айналды. Әлия 4-ші балаға жүкті екендігін айтқанда, мен онымен ашық сөйлесуге бел будым. Өйткені Әлияның қаны 3-ші топтағы резус факторлы. Әр балаға босанған сайын қатты қиналып, көп қан жоғалтатын. Тіпті ес түссіз жатып, тек дәрігерлердің көмегімен әзер босанатын. Ал ауруханаларда мұндай сирек кездесетін қан тобы бола бермегендіктен, достарымыз жан-жаққа шапқылап, қажетті қан құятын адам іздеп сабылатынбыз. Оның үстіне ғалым соңғы кезде жұмыс орнында бірнеше рет ескерту алып, ақыры сол қуарақтың кесірінен шығып қалған. Әр жұмыстың басын бір шалып, таныстарының көмегімен жаңа жұмысқа орналасқанымен көп ұзамай одан да кетіп тынатын. Әлия, сен өз ісіңе есеп бере аласың ба? Ғалымның жүрісі мынау, ең болмаса, балаларыңның болашағын неге ойламайсың? Сонда сен не демекшісің? Мен балаларым жайлы ойламаймын ба? Солардың болашағын ойлағандықтан бала көтергім келеді. Ертең өскенде бір-біріне қамқор, қысылғанда демеу болатын көп ағайынды болғандарын қалаймын. Оның үстіне ғалымда көп балалы үлкен отбасы болғанымызды армандайды. Оның дұрыс әрине, бірақ ғалымның не тұрақты жұмысы жоқ, сау жүретін бір күні жоқ. Өзіңнің денсаулығың мынау, әр балаңды өмір мен өлімнің ортасында жатып босанасың. Енеңнің зейнетақысы мен балаларға алатын тиын тебеніңмен қалай күндеріңді көрмекшісіңдер? Оған сенің басың ауырмасын. Мен ешкімге алақанымды жайып көмек сұрап отырған жоқпын. Ғалымға қарсы келе алмаймын. Ол не айтса сол болады. Айтты бітті. Мен де оған қарсы болмадым. 4-ші сәби дүниеге келгенде Әлия есін білмеді. Зағила апа күні-түні алақанын жайып Құдайға жалбарынумен болды. Жолдасын қаладағы ең білікті мамандарды жинап, солардың көмегімен әзер дегенде Әлияның жаны аман қалды. Бірақ дәрігерден қатаң ескерту алды. Өмір сүргің келсе, бұл соңғысы болады. Әсет басқаларда емес, өте нәзік, әлжуаз болып туылды. Сондықтан ба, ғалым бұл ұлын ерекше жақсы көрді. Тіпті қандай мас болып келсе де, жүргектегі Әсетті көргенде есін тез жинап, өзін сау адамдай ұстауға тырысатын. Ұлым, сен әкеңді кешір. Әкеңнің жолы болмайтын нашар адам болғанына сен кінәлі емессің. Бірақ мен сондаймын. Балалар ата-анасын таңдамайды. Деген сияқты ұзын сонар пәлсапасын соғып, түннің бір уағына дейін отыратын. Күн артынан күндер өтіп, олардың балалары өсе берді. Ғалым талай жұмыстың басын шалып, қалада ол істемеген кәсіпорын қалмады. Бірақ ең көп ұзағанда 2 ай істеп, тапқан жалақысын өзі сияқты достарымен бөлісіп ішіп, ақыры тағы жұмысынан қуылып тынатын. Әлия үйінің алдындағы дүкенге еден жуушы болып орналасты. Кешкісін бір мезгіл сол жерде отырып, өткен-кеткендерге шекілдеуік, темекі сатады. Азда болса тапқанын қанаға тұтып, нан, сүтін алады. Бірде жұмыстан шығысымен сөмкемді дәмді, тәтті тағамдарға толтырып Әлияға бардым. Ұлдар мені қуана қарсы алып, бірден сөмкеме жабысты. Құрбымның жүзі солғын, тым қуаңқы, қабағы да қатыңқы екен. Аздан соң төргі бөлмеден шашы ұйпа-тұйпа сақал мұрты өскен, аузынан арақ иісі мүңкіген ғалым шығып, менімен амандасты да дастархан басына жайғасты. Айнаш, өмір болса мынау ит желеп өтіп жатыр, бірақ мен ризамын. Мақпалым, 3 ұлым бар. Басқа маған не керек? Әлия сенің досың, маған ренжулі, түсінем. Сүйемін. Осы бар айтарым. Ғалым, Әлияны балаларыңды сүйсең, оларды бақыт етуге тырыссаңшы. Кім айтты саған, олар бақытсыз деп? Әлия ма? Ол мені сүйеді, жанындай сүйеді, сондықтан ол бақытты. Әлия басым ауырып барады.
Дүкенге барып келсең қайтет? Қай бетіммен барамын? Ара қалған қарызым басымдағы шашымнан да көп. Сатушы мені есігінен де қаратпайды. Ал сен қарызға сұрама, сатып ал. Айнаш, екеуің бірігіп мені өлтірілерің келмесе, бірдеңе десеңші. Ол орнынан әзер тұрды да, қисалаңдап төргі бөлмеге кіріп кетті. Сәлден соң шырқырап жылаған Әсеттің даусы естілді. Мен орнымнан атып тұрдым да, бір орнында сілейіп қалған Әлияны итеріп қалып тұра жүгірдім. Бөлмеде ешкім көрінбейді, бірақ қыстыға қорсылдап жылаған балалардың даусы естіледі. Еңкейіп қарасам, стол астында бір-біріне тығылып, беттері шоколадпен, кірден сатпақ, көздері қорқынышпен үрейге толы екі ұл отыр. Папаларың қайда? Әсет қайда? Ересектеу Айдын балкон жақтан нұсқады. Жалма-жан жүгіріп барып, жабық есікті жұлқыладым. Ілгегі салулы. Терезеге үңілсем, өз көзіме өзім сенбей, жан даусымен хайхайлап әйнекті ұрғыладым. Ғалым, аш есікті, ақымақ болма, аш. Ғалым 3 жасар Әсетті желкесінен біре қысып ұстаған бойы балконнан қолын созып, жерге тастап жібергелі дайын тұр. 6-шы қабаттан, Әлия қайдасың? Артыма қарасам, Әлия құп-қу қалпы қабырғаға сүйеніп, қалтыраған аяқтарын баса алмай, тіпті қимылдауға шамасы келмей қатып қалған. Иесінен танып құлаудың аздақ алдында. Одан келер көмектің жоқ екенін білдім де, терезені соққылай бердім. Ғалым, ол сенің сүйікті Әсетің ғой, қорқытпа олай, жібер Әсетті. Әлия, егер сен қазір келіп, басымның ауырғанын тоқтатпасаң, мен ештеңеге қарамаймын, лақтырамын. Әсеттің қаны сенің мойныңда болады. Папа, менің өлгім келмейді. Папа, жібер мені, жалынам, мен өлтірмеш. Кіп-кішкентай бүлдіршін өлім деген сөздің мағынасын түсініп білуге тым ерте есейген 3 жасар бейкүнә сәби, міне, осылай өмір сүріп жанталасып, шырылдаған даусы дәл осы сәтте Құдайдың да құлағына жетерліктей болды. Құдайға жетпесе де, 7 қабатты үйдің барлық тұрғындары мен көше бойлаған жүргіншілерге анық жетті. Жанашырлық танытқан біреулер милицияға хабарлап үлгерді. Ғалымның мені тыңдамайтынына, оны тоқтата алмайтыныма көзім жетті де, Әлияны бас салып жұлқылай бастадым. Әлия, тез, жина есіңді, бары ана жалмауызға талабын орындайтыныңды айт, құтқар балаңды. Әлия сонда ғана селт етіп ұйқыдан енді оянғандай алға ұмтылды. Жабық есікті тырмалап, қарлыққан дауыспен: "Қолдығың болайын, ғалым, жібер ұлымды, қазір әкеліп беремін ит ішкіріңді", деп айқайлады. Ғалым әлі де болса, қолындағы тыпырлаған ұлына қарап біраз тұрды да: "Әлия, неге мені осыған итермелейсің? Бірден әкелуге болмады ма?" деп түк болмағандай Әсетті жерге қойып есікті ашты. Жолында тұрған мені қолмен ысырып тастап, құшақтасып жыласқан ана мен баланың жадына жетіп барды. "Әлия, менің шыдамым таусылып барады. Жүгір дүкенге." Әлия сөзге келместен ықыл қатқан баланы менің қолыма ұстата салып, есікке қарай жүгірді. Бірақ шығып үлгермеді. Жолын кес-кестеген милиционерлерге соғылып қайта артқа шегінді. "Бұл үйде не болып жатыр?" "Ештеңе." "Қалай ештеңе? Бір мас еркек балконнан баласын лақтырмақшы деген жедел хабар түсті." "Кім бар үйде? Күйеуіңіз қайда?" "Мен мұндамын. Ештеңе болған жоқ. Еріккен біреулер болар." "Мен өзім де бұрынғы милиционермін. Ондайға жол бермес едім. Жүріңдер, сыртта сөйлесейік." деп келгендерді итермелей үйден шығып кетті. Мен балаларды әзер тыныштандырып, Әлияның жанына отырдым. "Мұндай күйге қалай жеттіңдер? Ол саған да қол көтере ме?" "Анда-санда тек балаларға арашаға түссем ғана." "Сонда қалай? Өз балаларын ұра ма?" "Мені араға келуге мәжбүрлеу үшін олар жыласа, мен ерексіз шыдамай әперем. Достарымен бірге ішіп келеді, бірақ қандай мас болып келсе де жанжал шығармайды. Тек ешкімге ұйқы бермей сөйлей береді. Ұйықтап тұрған соң басын жазу керек болады. Сол кезінде одан артық мейірімді әке, сүйікті жар жоқ. Мен айналып толғанып еркелетеді, қатты сөз айтпайды. Мен де оны жақсы көрем, бірақ ішіп алса
жек көріп кеткендей болам. Осы уақытқа дейін бізге білдірмей келдің ғой, қалай шыдап жүрсің? Ол марқұм әкесі кеткен соң ішуді бастады. Оған дейін сол кісіден қаймығатын. Қазір ағаларын, тіпті апамды да тыңдамайды. Оларды әбден шаршат. Қазір көп келмейді, араласпайды. Көршілерден, сендерден қатты ұялам. Басқа не істей аламын? Емделуге. Қайдағы емделуді айтасың? Көршілер ар жазып милиция шақыртқан еді. Таныстары болып шықты. 1 сағат өтпей жібере салды. Жатқызып емдету үшін милициядан қағаз, құжаттар керек екен. Мен шарасыздықтан не істерімді білмей, көз жасымды тия алмаған күйі құрбымды құшағыма алдым. Сәлден соң үйге Ғалым кірді. Әлия, сен әлі үйдемісің? Ғалым, жетер енді. Өзіңді қолға ал, қорқытпа балаларыңды. Мақпалыңды өсіп келет қыз бала ғой. Болашағын ойласаңшы. Айнаш, сен араласпа. Бұл менің отбасым, менің балаларым. Мұнда енді келуші болма. Сен туысым емессің маған ақыл айтатын. Деп сөзімді бөліп жіберді. Одан дана құрбың айт. Тез менің айтқанымды орындасын. Әйтпесе, көрдің ғой? Иә Ғалым, мен қазір. Біраз күте тұр қазір. Деп Алия апыл-ғұпыл халатын ауыстырмастан есікке ұмтылды. Мен сөмкемді алып Ғалыммен қоштаспастан бірге шықтым да, әмиянымды ақтарып, ішіндегі бар ақшамды Алияға ұсындым. Ол қолын соза беріп, қайта тартып алды. Жоқ, Айнаш, рахмет, алмаймын. Керегі жоқ. Сен расында енді бізге келмей-ақ қой. Күнімізді көрерміз бірден етіп. Ғалым ренжиді. Әлия, аласың. Тек қалғанын Ғалымға көрсетпе, тамақ ал. Сау бол. Деп бұрылып кете бардым. Арада біраз жылдар өтті. Біз олармен бұрынғыдай жақсы араласпасақ та, анда-санда Зағила апаның халін сұрап, амандасу үшін Ғалымның ағасының үйіне барып жүрдік. Ғалымның 2 орыс досы істі болып сотталып кеткен еді. Ғалым да өз еркімен емделген соң, 2 жылдай арағын қойып, жұмысқа орналасып, жағдайлары түзелген сияқты болған. Алайда, сол достары түрмеден босап шыққан сәттен бастап, барлық азап пен қорқынышқа толы өткен күндер Әлия үшін қайта айналып келді. Ғалым арақсыз және бөтелкелес достарынсыз өткен әрбір күнінің орнын толтырғысы келгендей, бұрынғыдан бетер қатты іше бастады. Енді Алияға оқтын-оқтын қол көтеріп, ақылын айтып, араша түсуге келген ағаларымен төбелесуге дейін барды. Бір күні бізді шырт ұйқыдан мезгілсіз шырылдаған телефон үні оятты. Сағатқа қарасам, түнгі 12. Ұйқымды аша алмай, маужырап тұтқаны көтердім. Алло, Айнаш, бұл мен ғой, Әлияның абысыны. Тез жетіңдер. Не болды? Сұмдық. Мақпалдан айырылып қалдық. Үстімізге қолға түскен киімді іліп, әп-сәтте бізде жеттік. Табалдырықтан аттай сала алдымен көзіме түскені дәліздегі еденде шалқасынан жатқан Мақпал болды. Жанында тізерлеп отырған Ғалым. Дірілдеген қолдарымен қызының бетін, шашын сипап, асықпай құлағындағы әшеке сырғасын шешті де қалтасына салды. Қасына жақындаған мені мағынасыз тұманданған көздермен шолып өтіп, иегімен қонақ бөлмені нұсқады. Әлияға бар. Төрдегі кілем үстінде бүк түсіп жатқан Әлияда дыбыс жоқ. Тек басын сүйеген абысыны мені көрісімен солқылдап жылай бастағанда ғана көзін ашты. Маған танымаған адамдай қарап, біраз жатты да қайта талықсып кетті. Үйде басқа ешкім жоқ. Бұл қалай болды? Басқалар қайда? Сұмдық іс. Кешкісін Мақпал інілерін ертіп серуендеге аулаға шығып кетеді. Қайтып оралғанда Ғалым мен Алия теледидар көріп отырған. Ғалымның басы қайта ауыра бастаған. Жуынатын бөлмеге кірсе, жерге су шашырапты. Ұрынарға қара таппай Мақпалды шақырып алып, осы үйдің қызысың, далада қаңғырғанша мына суды неге сүртпейсің, деп жағынан шапалақпен тартып жібереді. Жылап жіберген Мақпалдың көз жасы оның одан әрі ашу ызасын тудырып, сол жерде ұрып тастайды. Әлияшы, ара түспеген бе? Жоқ, теледидардың дыбысы қатты шығып тұрған, естімеген сияқты. Мүмкін емес. Сосын
Сосын ғалым Мақпалды сонда қалдырып бөлмеге оралады да, түк болмағандай теледидар көре бастайды. Мақпал жердегі суды сүртіп, көйлегінің белдігімен су құбырына асылып қалады. Тым-тырыс болып қалғаннан сезіктенген Әлия жуынатын бөлменің есігін тартып ашса, құбырға асылып тұрған қызын көреді. 13-ке жаңа толған қыз бала. Әкесінің осыға дейінгі мас қылықтары, күнделікті кикілжің, анасының шарасыздығы, ауладағы достарының алдында ұят пен намыстан жер болуы. Әбден титықтығына жеткенде, ол аз болғандай, сол әкенің өзін түкке тұрғысыз нәрсе үшін итше тепкілеп сабағаны шектен шыққан асқандық еді. Жүйкесі төзбеді. Сол қолдаған жас шыбық қатал дауылға төтеп бере алмай шырт сынды. Қарақат көздері үнемі мөлдіреп жымыңдап тұратын, өмірге, өнерге ғашық жас өрім қыз бір сәтте бәрін қиып кете барды. Осы сәтте есік ашылып, үйге бір топ милиционер мен дәрігерлер сау етіп кіріп келді. Жандарында ғалымның ағалары бар. Мен бөлменің есігін қымтап жауып, Әлияны құшақтадым. Қайран менің жан құрбым. Қанатының қайырылып, тағдырдың тәлкегіне түстің. Тұла бойы тұңғышың, сырлас құрбыңдай болып, бой көтеріп келе жатқан сүйікті қызғалдағыңнан бір сәтте айырылып қалдың. Мұны қалай көтерер екенсің? Ол кенет көзін ашты. Төбеге қарап біраз жатты да, Мақпалым қайда? Шақыршы маған, деп сыбырлады. Әлия, бекем болшы. Мақпал, оған бірдеме болды ма? Әлі де мағынасыз көздерін есікке тігіп. Айнаш, ғалым Мақпалды ұрды ма? Ұрма деш. Қыз балаға қол көтеруге болмайды деш. Кенет бәрі ойына түскендей есін жинап алып, Мақпал, деп шыңғырды. Орнынан тұрмаққа талпынып, құшақтаған мені жанталасы итеріп жіберіп, есікке ұмтылды. Бұл кезде Мақпалдың ақ шүберекпен жабылған денесін көтеріп, дәрігерлер шығып бара жатқан еді. Ғалым бірге кетті. Таң ата ол қайтып оралды. Жүзі қуарып бір түнде қартайып шөгіп кеткен Әлия ғалымды көрісімен тарпа бас салды. Сен өлтірдің. Қылмыскер, қанішерсің, ешқашан кешірмеймін сені. Деп бет жүзі демей жұдырықпен төмпештеп, тырнақтарымен оса берді. Ғалымда үн жоқ. Сені түрмеде шірітем, қанішер. Нештеңе істеген жоқпын. Қылмыскер болсам, мені бүгін босатар ма еді? Далада достармен ұрысып келген шығар, дедім. Қазіргі балалар шыдамсыз ғой. Құдай сенің жазаңды берсін, тағы сол таныстарың ғой. Иә, сол таныстарым. Олар тұрғанда мен ешкім түрмеге отырғыза алмайды. Әкемнің әруағын сыйлайтындар көп. Мақпалдың әруағы атсын сені. Әлия ары қарай сөйлеуге де, жылауға да шамасы келмей, маған сүйеніп қисая берді. 2 күннен соң бірі өліп, бірі тірілген Әлияны Мақпалмен мәңгілікке қоштастырып, қаншалықты қимасақ та, оны жер қойнауына бердік. Еркектер мәйітті көтеріп, үйден шығарғанда, араларында тек ғалым болмады. Ол тіпті қызының сүйегін көтеруге де жарамады. Талықсып жатқан Әлия мен Зағила апаға су әкелейін деп ас үйге кірсем, дастархан басына ғалым мен баяғы 2 орыс досы жайғасыпты. Алдарында бір бөтелке арақ. Мені көре сала, Айнаш, дастарханға тіске басар қош. Достарым Мақпалды еске алуға келді. Ұят қой, құр дастарханда отырамыз, деді ғалым еш саспастан. Мен тістерімді шақырлата, ызбарланып, жанарымнан найзағай отын жарқ еткізіп, жерге бір түкірдім. Айуан, қанішер, тарс етіп жабылған есіктің арғы жағынан қарқылдай күлген дауыстары естігенде денем мұздап не болғанымды білмей кеттім. Арада 1 жылдай уақыт өтті. Жұмыста отырғанмын. Алдымдағы телефон безектей жөнелген соң тұтқанны көтердім. Амандасып үлгермедім. Әлі, Айнашпысың? Деген Зағила апаның даусын бірден таныдым. Иә, апа мен ғой. Амансыз ба? Аманмын, қалқам. Бүйткен амандығым құрысың. Тезірек о дүниеге аттанып, шалымның қасына барсам деймін. Жайшылық па? Қайдан жайшылық болсын? Тез келсен қайтет, жарығым. Деп кемсең деген апаның даусын естігенімде, себебін сұраудың артық екенін түсіндім.
Тез жиналып таксимен Зағила апаға жеттім. Есікті келін ашты. Олар ғалымдармен көрші келесі подъезде тұратын еді. Сондықтан Әлияны ұлдарымен көргенде еш таң қалмадым. Бірақ Әлияның жүдеу жүзі мен бұлаудай іскен көздері бір келеңсіз жайдан хабар бергендей болды. Зағила апа үнсіз сұрағымның жауабын көп күттірмеді. Айнаш, қарағым, ғалымның жағдайын өзің білесің. Міне, бүгін 3-ші күн. Әлия бала шағасымен осында. Ғалым бір талайдан бері ес түсін білмей ішіп, ақыр аяғында бұларды даладағы аязға қарамастан киімсіз жалаңаш үйден қуып шығыпты. Мен біраз киім алайын деп барғанмын. Үй тола мас күнемдер. Менің көзімше балалардың Әлияның барлық құжаттарын, неке туралы куәлігін және мен алайын деп жинастырған киімдерді қолынан тартып алып, жуынатын бөлмеге үйіп қойып, өртеп жіберді. Отты сөндірмекші болып жанталасып едім, менің қолымды бұрап, үйден сүйреп шығарып тастады. Міне, мынаны қараш, деп жеңін ысырып көкпеңбек болған білектерін көрсетіп жылап жіберді. Мен не дерімді де білмедім. Қалқам, сен Әлияның ең жақын жанашыр досысың. Қуанышын бірге бөлістің, қысылтаяңда жанынан табылдың. Бүгінде өзімді екі айтқызбай құстай ұшып келіп отырсың. Ғалымға барып сөйлесен қайтет, оған сенің сөзің ғана өтет. Өйткені сені аузынан тастамай айтып отыратын, қатты сыйлайтын еді. Ақылыңды айтып тоқтат. Ана үйдегі маскүнемдерді бір айламен шығар. Үйді өртеп алса, кесірлері көршілерге тиеме деп қорқам. Бағаны лапылдаған отты көргенде зәрем ұшты. Апау, егер қолымнан келсе, бәрін істерем ғой. Ғалым мені тыңдамайды. Оның миын арақ улап алған. Бірақ барып сөйлесіп алдынан өтіп көрейін. Мүмкін бір көмегі болар. Бұлай отыра беруге болмайды, деп белімді бекем буып, мен ғалымның үйіне беттедім. Есіктің қоңырауын баспас бұрын құлағымды төсеп тыңдамақшы болдым. Іштен күй табақтағы әуенге қосылып, барылдаған мас дауыстар мен қарқылдаған күлкі естіледі. Мен бойымдағы бар күшімді жинап, тереңнен дем алып, фу деп шығардым да, саусағыммен қоңырауды нық бастым. Сәлден соң есік айқара ашылып, алдымда түрі адам шошырлық ғалым тұрды. Сәлем. Мен барынша көңілді әрі жайбарақат көрінуге тырыстым. Ол сәлемімді алмады. Кімге келдің? Кімгесі қалай? Мен мойнымды бұрып, есіктің сыртындағы нөміріне қарадым. Адасқан жоқпын. Әрине сендерге. Үйде екенсіңдер ғой. Жұмыстан шыққан бетім, көп болды келмегеніме, деп кіргенім ғой. Ұлдарды Әлияны сағынып қалыппын. Өздері қайда, үйде ме? Салдырлай сөйлеп, ғалымның жанынан қыстырылса өтпекші болдым. Ол жолымды кес-кестеп бөгей берді. Олар үйде жоқ. Қойшы, әзілің шығар. Мына язда қайда барар дейсің? Үйлеріңде қонақ бар екен, билеп жатырсыңдар ма? Әлия, достым, қайдасың? Мені қарсы алмайсың ба? Деп дауыстап, ғалымның қарсылығына қарамастан бөлмеге өте бердім. Ол мені шап беріп, иығымнан жұлқып, артқа бұрды да, есікке арқамды жанши тіреп, тіркеткізбей ұстап тұрды. Үйде жоқ дегенді ұқпайсың ба? Мен не деп тұрмын саған? Артынша ғалымның тарамыстай қатқыл саусақтары кеңірдегіме қадалып, мойнымды барынша қылқындыра бастады. Мен ауа жетпей тынысым тарылып, демімді ала алмай тұншыға бердім. Судан шыққан балықтай алқына ауа қарманып, соңғы күшімді жинап, екі қолмен оның саусақтарын ажыратуға тырмысып, оң тіземмен екі аяғының дәл ортасынан қойып жібердім. Ол күтпеген жерден жанды мүшесіне тиген соққыны ауырсынып, мені қоя берді. Мен тез есімді жинап, екі бүктелген ғалымды итеріп жібердім де ас бөлмеге кеттім. Көк түтінге балта ілсең, жерге түспейтіндей. Шашы көптен тарақ көрмей, үйісіп жалбыраған, бет аузы ішімдіктен ісініп көлдіреген, шаламас орыс әйел күз-күз қолдарымен картоп ашып отыр. Дастархан басындағы біреуі боқтық сөздерін араластыра тілін шайнап, оған әлденені түсіндіре алмай әлек. Мен жылдан басқа бөлмелерді қарап шықтым. Бәрі жерде бірдей жиіркенішті көрініс.
төсекте, жерде домалап қорылдап ұйықтаған маскүнем қаңғы бастар. Ояу жүргендері барылдап, өлең айтып, қисалаңдап билеп, бірі-бірін тыңдамай, қарқылдай күліп, өз-өзіме мәз. Бөлмелерде шашылған заттар, сынған ыдыс, бөтелкелер, темекі қалдықтары, балалардың ойыншықтары мен киімдері. Арақ пен темекінің мүңкіген сасық иісінен демалу мүмкін емес. Мен қонақ бөлмедегі бос орындықта отыра кеттім. Аздан соң бөлмеге Ғалым кірді. Мен оған түк болмағандай күлімсірей қарап, «Отырсаңшы, әңгімелесейік», дедім. Ғалым айналасын көзімен шолып, терезе төбінде жатқан екі орысты жұлқып тұрғызды да, бөлмеден шығарып есікті жапты. «Не айтасың? Сені де құрбың мені аңды келуге жіберді ме? Бар, айт. Мас екенде, достарымен ішіп отыр екенде». «Ғалым, мені ешкім аңдуға жіберген жоқ. Өзім келдім. Мыналар сенің достарың ба? Қашаннан бері қаңғыбастармен дос болғансың?» «Иә, достарым. Өйткені олар мені түсінеді. Маған Гоша, сен еркексің дейді. Әйелің ауылдан келген, өмірден артта қалған, сайрандап рахаттануды білмейді, дейді. Ол рас. Біз саған қаланың мынау деген қызын тауып береміз, таста оны, дейді», деп бас бармағын шошайтты. «Өйткені олар сенің отбасыңның бар екенін, әйелің мен балаларыңның жанында жүргеніңді қызғанады. Көре алмайды. Өздері сияқты қаңғып жүргеніңді қалайды. Олары шын достар емес. Осыны түсінсеңші». Ғалым бір сәтке үнсіз қалды. «Әлия қайда?» «Білмеймін. Мені тастап кетіп қалды». «Өтірік айтасың. Ол сені ешқашан тастамайды. Өйткені ол сені ақымақты жақсы көреді. Сен сияқты маскүнем, арам тамақты, қалтқысыз сүйетін екі-ақ адам бар. Біреуі анаң, екіншісі Әлия. Ал сен болсаң, екеуінде мына маскүнемдерге хайыр бастап, өмірлеріне балта шауып отырсың. Еркектік намысыңды жерге таптадың. Әкеңнің әруағын сыйламадың. Анаңа қол көтердің. Балаларыңның болашағын жермен жексен еттің. Сүйген адамыңды қор қылдың. Сен ылғи әкеңді мақтанышпен айтып отырушы едің ғой. Ал сенің ұлдарың өскенде әкелері туралы не деп мақтанады? Әлия, Мақпалдың өлімін менен көреді. Ажырасам кетем дейді. Бірақ қайда барады? Мен оны жібермеймін. Барлық құжаттарды өртеп жібердім. Қалай ажырасады екен, көрейін, деп қарқылдай күлді. Ақымақ, мен әрқашан Әлияны қолдаймын. Егер ол сенімен ажырасам десе, көмегімді аямаймын. Ертеңнен бастап құжаттарды қайта жасауға өтініш беремін. Сотқа арыз жазам. Көршілер мені құптайды. Ертең ақша таусылғанда мына қаңғыбастар сені тастап өз жөндеріне кетеді. Сен жападан жалғыз қаласың. Ойлан. Әлі де кеш емес. Мыналарды қуып шық. Әлияға, балаларыңа бар. Анаңның аяғына жығыл. Кешірім сұра. Ас үй жақтан, «Гоша, сен қашан босайсың? Күтіп отырмыз ғой», деген дауысты ести сала, Ғалым бірден өзгеріп сала берді. Орнынан атып тұрып, «Алдымен мен сені бұл үйден қуып шығам. Өзіңше ақылдымын деп отырсың ба? Сендердің Әлия екеуіңнің ойларың белгілі. Мені түрмеге тығып, мына пәтерді менен тартып алмақсыңдар ғой. Ол ойларың жүзеге аспайды. Қайтер екен деп тыңдап отырсам, болды енді. Аз сайраған жоқсың. Бар, кет. Жоғал, жаныңның барында. Әйтпесе», деп мені отырған жерімнен жағамнан ұстаған күйі жұлқып тұрғызды да, есік жаққа қарай сүйрей жөнелді. «Ғалым, тоқта, мұның не? Қайдағы пәтер? Есің дұрыс па өзі?» «Білем, сен сияқты сайраған сайқалдарды. Бар, аманыңды кет қазір. Әйтпесе быт-шытыңды шығарам». Мен шындап қорқа бастадым. Сонда да оны сездірмей Ғалымның қолдарынан жанталаса сатылып шықтым да, «Тыңда, бұл менен естейтін ақырғы сөздерің. Сен сияқты арамза айуандарды мен де білем. Ертең ақ ит болып өзің келесің Әлияның алдына. Сонда сенің бетіне түкірермін. Анаңның көз жасы ешқашан жібермейді. Ал екі бірдей ананы жылатқан адамның екі дүниеде жолы болмайды.
құрыдым дей бер. Мен бұрыла беріп, желкемнен тиген жұдырықтан біраз есеңгіреп тұрып қалдым. Сосын қаным басыма бірақ теуіп, жалт бұрылдым да, бойымдағы бар күшімді алақаныма жинап, тістене ғалымның жағынан аяғыма тартып жібердім. Ол да тосыннан тиген соққыдан қабырғаға шалқалай соғылды. Мен осы сәтті пайдаланып, үйден атып шығып қаша жөнелдім. Артыма қарамай жүгірген бойы Зағила апаның үйіне кіре солқылдап жылап жібердім. Үйдегілер мені айнала қоршап алып, не болды? Ол сені ұрды ма? Бір жеріңді жазым еткен жоқ па? Қай жерің ауырады? Деп сұрақты жаудырта бастады. Мен жауап беруге шамам келмей, шарасыздық пен ызадан, қорланған намыстан, әрі өзімді қатты аяғандықтан көз жасыма ие бола алмай, тоқтаусыз жылай бердім. Зағила апа қолымнан жетектеп апарып төрге отырғызды. Мен болған жайды ашына баяндап бердім. Қарғайын десем жалғызым, қарғамайын десем жалмауызым деген осы екен. Айнашым-ау, қолыңнан келгенін аямаспын. Ақымақ басым, сені қалай қорықпай сол үйге жібердім екен. Жазым болсын қайтер едім. Анасынан қол көтерген ұл, туған қызының өліміне себепкер болған әкеден басқаға не қайыр? Айналайын, кешіре көр мені. Деп Зағила апа көз жасын төгіп жіберді. Арада тура бір апта уақыт өткенде үйге іздеп келген ағаларына ғалым есік ашпады. Үйдің іші де тым-тырыс. Қаңғы басымас күнемдер ішетін арақтары мен жейтін тамақтары таусылған соң-ақ қарасын батырып тарап кеткен. 3 күн бойы терезедегі күні-түні сөнбеген жарықты көрген туыстары сезгендей есікті бұзып ішке кірген. Үйдің іші адам шыдамайтын, қолыңса сасық. Айнала ыбырсыған бос бөтелке, сынған ыдыс, теледидар, шкаф, орындық сияқты үлкен құнды деген заттармен ыдыстардан ештеңе қалмаған. Сатып не араққа айырбастап құртқан тәрізді. Ағалары ғалымды жуынатын бөлмеден тапты. Тура осыдан 1 жыл бұрын Мақпал асылып қалған құбырға сүйеніп құлаған күйі жан тапсырыпты. Дәрігерлер жүрегі жарылып кеткен деген шешімге келді. Ғалымды жерлейтін сәтте Әлияның Мақпалым, тұла бойы тұңғышым, арманда кеткен ақ ботам деп сай-сүйекті сырқыратып, зарлаған даусына жыламаған жан қалмады. Зағила апаның айтқан жоқтауында да ғалымның аты аталмады. Тек ұзақ жылдар бойы сыйласып отасқан шалын еске алып, оған өзінің соңғы жылдардағы күйініші мен өкінішін қоса айтып шағымданып жатты. Әлияның ұлдары есейіп ержетті. Әрқайсысы жанұя құрып анасының көңілінен шығатындай келін түсірді. Бірнеше немере сүйгізді. Бірақ ешқайсысы әкелерін еске алып көрмепті. Ал Әсет болса әлі күнге дейін балконға жалғыз шығуға батылы жетер емес. Әңгіменің соңы. Каналыма тіркеліп лайк басып әңгімені қолдай отырыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.